Бұған дейінгі роликтерде біз сізге e-өтініш арқылы қалай өтініш беру керектігін көрсеттік, ал бүгін біз сіздің өтініштеріңіз түскеннен кейін қалай өңделетінін айтамыз. Сіздің өтінішіңіз жіберілгеннен кейін цифрлық даму министрлігінің немесе оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлері сіздің өтінішіңізде берілген барлық қажетті ақпаратты тексереді. Атап айтқанда, оператордың атауы, нақты шағым, растайтын материалдардың қосымшасы, скриншоттар, фотосуреттер, жазбалар. Әрі қарай ақпаратты тексергеннен кейін прокуратура қызметкерлері сіз шағымданатын операторға қатысты жоспардан тыс тексеруді тіркейді. Осыдан кейін мемлекеттік радио желі қызметінің мамандары мамандандырылған жабдықта өлшеулер жүргізеді. Оның қорытындысы бойынша министрлік бекіткен көрсеткіштерден оператордың қандай да бір бұзушылықтары бар жоғы айқындалады. Бұзушылық болмаған жағдайда тексеру жабылады. Байланыс операторына қатысты бұзушылықтар анықталған және расталған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 637 бабының 14-15 бөлігіне сәйкес 1,5 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады.